Қайырлы күн оқырман. Сіздермен бірге сіз білесіз бе айдары. Бүгін біз сіздермен қазақ тілінде жиі ұшырасатын тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын білетін боламыз. Бірінші сөз ағынан жарылды, бар сырын ақтарды, шынын айтты, еш нәрсені жасырмады деген мағынаны білдіреді. Екінші сөз айға шапты, құр босқа далақтады, қол жетпеске ұмтылды деген мағынаны білдіреді. Үшінші сөз айды аспанға бір шығарды, яғни әйгілі болды, атағы шықты, даңқы жер жарды деген мағынаны білдіреді. Төртінші сөз ақпа құлақ, еш нәрсе миына кірмейтін, айтқан сөзді түсінбейтін адамды айтамыз. Ақ саусақ, ешқашан жанын қинап жұмыс істемейтін, қара жұмысқа жоқ адамды айтамыз. Алтыншы сөз ақтық сөз, қиыла өтінген соңғы тілекті ақтық сөз деп айтамыз. Ә дегенше, яғни жылдам, лезде, тез арада, көзді ашып жұмғанша деген мағынаны білдіреді. Әмірін екі етпеді, айтқанын орындады, бұйрығын екі етпеді деген мағынаны білдіреді. Және соңғы сөз әшкере болды, әйгіленді, жария болды, сыры ашылды деген мағынаны білдіреді. Құрметті оқырман, қазақ тіліндегі тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын біліп жүрейік.